Орташа. Керек емес. Жақсы. Жаман емес. Өте жақсы. Тамаша. Жарайсың болсын бағамыз, бірмен бақыт табамыз. Одан кейін кездесу және берген ақсақал автор. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ненің суретін көріп тұрмыз? Тақырыбымыз Алтын мүйізді киер. алтын мүйізді киер. Бүгінгі сабақтың мақсаты біз сабақта нені үйренеміз? Кейіпкердің портретін сөзбен жасай аласыңдар. Яғни портрет дегеніміз не? Білеміз бе оны? Не ол? Портрет деген адамның суреті. Сол адамның суретін, бет-әлпетін, яғни біз оны сөзбен жеткіземіз, сөзбен жеткізуді үйренеміз. Ертегі мазмұны бойынша қағаздар үлестірілді. Әр топтан Нұрислам, ертегіде тағы қандай кейіпкерлер бар? Ақсақал, тағы да қандай кейіпкерлер бар? Алтын мүйізді киер. Алтын мүйізді киер. Бұлдырмерген, иә? Қазір осы мәтіндің мазмұны бойынша мәтін бөліктерінің суреттерін және сөйлемдерін сәйкестендірді. бірінші суретте не туралы айтқан? Ертеде Бұлдырмерген деген атақты аңшы болыпты. Өзі мерген әрі қарулы, ақылды, ержүрек адам екен. Алтын мүйізді киіп, әп сәтте алтын мүйізді ақсақалды шалға айналады. Өткір семсерден айдарға қимылдауға шамасы келмей қалады. Алай түлей соққан боранда тоқтайды. Бұлдырмерген бұған көнбейді. Менің ауылым туысқандарым бар артында, оларды тастап мен мұнда өз басым жақсы болған күйікте қала алмаймын дейді. Бірінші топ орны алысқан суреттермен нәрселерді дұрыс қоя алды. Дұрыс қоя алған, иә? Екінші топ кезекеміз. Қандай баға береміз? Екінші топ тапсырмаларды бет-әлпеттің аңшылығын бәрін сипаттап беру керек еді. Олар бәрін сипаттап
тапсырманы орындай алды. Сондықтан да біз Қандай баға бересің? топпен ақылдасақ. Екінші топ сендерге жарайсың деген саусақпен баға береміз. Бұл сұрақты қай топқа қояр едің? Төртінші топқа. Бұлдырмелеген деген кім жауап береді? Төртінші топқа. Не? Менен деген ол атақты аңшы. Ақсақалды еліне шабуыл жасады. Төртінші топ кім жауап береді? Қайда қатын қармақ болғандықтан тағы қандай жауап бар? Қармақ? Бойынша ертегі мазмұны бойынша сұрақ дайындау керек. Екі сұрақты дұрыс дайындай алды ма? Сұрақ дұрыс қойылды ма? Соған мән беріп бағалайды. Үшінші топ ертегі мазмұны бойынша екі сұрақ дайындауы керек еді. Олар ертегі мазмұны бойынша екі сұрақ дайындай алды. Сондықтан біз оларға ақылдасып баға береміз. Біз үшінші топқа сөзбен бағалайтын боламыз. Пікір айту арқылы. Біз оларға жарайсың деген пікірді береміз. Жарайсың. Төртінші топтың тапсырмасы. Жоспар қою. Бағалаушы бірінші топта. Бірінші 600-ді шалға. Отырмегені 600-ді шалға. Жақсы. Тыңдаймыз. Айдаһарды жеңгейді. Жоспар осындай. Айтқан бағалаушы. Жоспар бойынша олар 4 сұрақ дайындады. Жоспар құрды. Қандай баға береміз? Біз топпен ақылдас кезде бірінші топқа жасыл деген бағдаршам көтереміз. Жасыл түсті бағдаршамды көтереді. Жақсы, рахмет. Отырамыз төртінші топқа. Суреттерді дұрыс сәйкестендірді, сұрақ қойылды. Кішкене жоспар құруда бізде төртінші топта Айдаһармен кездесуі нақтылану керек еді. Менің ойымша, ал қалған үш топтың жұмыстары өте жақсы деген ойлаймын. Жарайсыңдар. Жақсы, олай болса, қазір осы ертегі мазмұны бойынша тапсырма беріледі. Я, жоқ кестесі. Сұраққа я, жоқ жауабын таңдаймыз, Сұрақ, мысалы бірінші сұрақ. Отырмеген өзі мерген әрі қарулы, ақылды, ержүрек адам. Ма, жоқ па? Жақсы, тапсырма түсінікті. Әркім өзбеке жеке орындайды.
солтүстік қаламызды аламыз. Бір-біріміздің жұмысымызды тексереміз. Дұрыс жауабы не? Тақтада тұр. Қай жерден қателесті, немесе бүгін жауап дұрыс па? Не істеу керек алдағы уақытта? Пікір жазуды ұмытпаңдар. Тексеріп болған оқушылар жұмысымызды қайта істейміз. Балалар қандай пікір алдыңыз? Кәрім қандай пікір алдың? Жақсы. Бәсем қандай пікір алдың? Сенімді? Ризат қандай пікір алдың? Мариям қандай пікір алдың? Ахмет? Жақсы. Карина қандай пікір алдың? Сабайхан? Жақсы. Достарымызға бірімізге пікір бердік, иә? Өз ойымызды жеткіздік. Қазір бүгінгі сабақта қандай әсерде болдыңдар? Бүгінгі сабақта қалай отырдыңдар? Бір сөзбен жеткіземіз. Бір сөзбен жеткіземіз. Себебі мен топтық жұмыста рахаттанып және жеке жұмыс я жоқ кестесін одан рахаттандым. Нұрсұлтан, неге сенімсіздік? Өйткені мен өзіме сенім сенімді мен өзіме сенімденіп я жоқ деген текстті өзіме сенімденіп Жақсы, жеке тапсырмада сенімсіздік болды. Аят, неліктен қуаныш? Неліктен қуаныш? Неге қуандың? Кәрім, неліктен шабыт деген сөз таңдадың? Мұхаммед, неге сенімділік? себебі мен бүкіл тапсырмада өзіме сеніп Адина, неге рахаттану?